Қазақ медицинасы адамның қан аздығы ауруын қалай емдеген? Бұл туралы білгіңіз келсе, Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестерге құлақ түріңіз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ медицинасы адамның қан аздығы ауруын емдегенде төмендегідей әдіс-тәсілдерді қолданған екен. Олардың етін жеп, сорпасын ішіп тұрса пайдалы. Бұғы мүйіз желімінен 9 грамм, маржан тамырдан 9 грамм, тау-дәріден 24 грамм, сары миядан 15 грамм, өңделген у қорғасынан 6 грамм, аю балдырғаннан 12 грамм, қаранды шөбінен 6 грамм, қызыл миядан 3 грамм суға қайнатып ішеді. Ал азық жетіспеуден болатын қан аздығы ауруына қуырылған тасбақа қабығын талқандап, азырақ шекер қосып, әр ретте 3-4 граммнан қайнаған сумен күніне 2 рет ішеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Осындай пайдалы кеңестерді жалғасты тыңдай аламын десеңіздер, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.